Саламатсыздар ма оқушылар? Суретте кімнің портреті? Дұрыс балалар, бұл Тоқтар Әубәкіров. Тоқтар Әубәкіров кім? Дұрыс, Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақтың тұңғыш ғарышкері. Дәптерімізді ашып, күннің жадын жазамыз. Сәуірдің 9-ы қазақтың тұңғыш ғарышкері. Тамаша балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Тоқтар Әубәкіровтың сұхбатын тыңдайсың және тілдік құрылымдарды қолдануды үйренесің. Ендеше балалар, жаңа сөздермен танысамыз. Оларды дұрыс айтып үйренеміз. Ғарышкер, айналу, батыл, батыр, марапат, марапаттау. Қайталаймыз. Ғарышкер, айналу, батыл, батыр, марапат, марапаттау. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бұл жаңа сөздерді дәптерімізге жазамыз. Ғарышкер, айналу, батыл, батыр, марапат, марапаттау. Ғарышкер космонавт, айналу вращение, батыл, батыр, храбрый, марапат награда, марапаттау наградить. Балалар, батыл, батыр сөздері мәндес, синоним сөздер. Өте жақсы. Мәтінді түсініп оқимыз. Тоқтар Әубәкіровтың сұхбаты. Сұхбат, интервью. Мен аспаннан ең алғаш ұшақты көрген күннен бастап ұшқыш болуды армандадым. Менен сол кезде нені жақсы көресің? Деп біреу сұраса, ұшақты жақсы көремін деп жауап беретін едім. Аспан әлеміне қызықтым. Мен Ресей еліндегі Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін 1969 жылы бітірген соң арманыма жақындай бастадым. Алдымен ұшқыш, одан кейін звено командирі болып қызмет атқардым. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқыдым. 1990 жылы мен ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алдым. Сөйтіп, 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастадым. Осы жылы 2 қазанда мен ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұштым. Мен осылай ғарышқа аттандым. Ғарыш кемемен жер шарын айналып шығу ғылым үшін өте маңызды. Жас ұландарды ғарышкер болуға шақырамын. Өте жақсы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Мәтін бойынша балалар бізге сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Тоқтар ағаның ұшқыш болу арманы неден басталды? Екінші сұрақ. Ғарышкердің есінде қалған ең тамаша сәті қай кез еді? Үшінші сұрақ. Тоқтар Әубәкіровтың арманы қашан орындала бастады? Төртінші сұрақ. Ғарышкер ғарышқа қашан және қай жерден ұшты? Жауап жаздық па? Жарайсыңдар балалар. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздердің бірін қойып жаз. Керекті сөздер батыл, марапаттау, марапат, айналу. Тоқтар Әубәкіровке елбасы өз қолынан не сыйлықтарын ұсынды?
Оған Қазақстанның ғарышкер ұшқышы атағын берді. Жаттығу кезінде ғарышкерге көп не керек? Бұл оны ғарыштағы салмақсыздыққа дайындайды. Жүргізуші ғарышкерлерді не үшін сахнаға шақырды? Өз арманыңа жеткің келсе, қандай бол дейді Тоқтар аға. Жазып болдық па? Жарайсыңдар балалар. Жазып үлгермесек, видеоны паузаға қойып, жазамыз. Сен білесің бе? Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдырып, ұшу сапарын тоқтатпай батыл әрекет етеді. 1989 жылы бірінші болып авиатасушы крейсердің алаңқайшасына МиГ-29К реактивті ұшағын қондырды. Сондай-ақ ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. Оған осы батылдығы үшін 1988 жылы Кеңес одағының батыры атағын берді. Ал 1995 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын алды. Үйге тапсырма. Видеороликте берілген тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp желісі арқылы жібереміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.